Тағы да бір мәселе. Бұл есептік бойынша. Министрлікте тиісті шешім қабылданған болатын. Сондықтан тағы да бір мәрте айтам. Бұл науқан емес. Мұғалімдердің есеп тапсырмау деген мәселе, ол бір рет айтып қалатын мәселе емес. Ол біздің күнделікті назарымызда, күнделікті бақылауымызда тұратын мәселе. Соны барлықтарыңыз түсінулеріңіз қажет. Балабақшадан бастап университетке дейін. Тиісті шешімді қабылдадық, тиісті бұйрыққа қол қойылды, бақылау жұмысын біз күнде-күнде жүргізіп отырамыз. Мен қарап отырмын, жоқ мәселені шығарып алады. Аяқ астынан керек емес есептерді шығарып алады. Мына жақтан есеп керек емес десе, жоқ есептерді шығарып алады. Сондықтан мен білім бөлімдерінің басшыларына, білім басқармаларының басшыларына, және де мектеп колледждердің директорларына тағы да бір мәрте ескертемін. Бұл мәселеге жол бермеңіздер. Тиісті шараны біз қолданатын боламыз. Есеп мәселесін бір жағынан есепті азайтып жатып, екінші жағынан басқа есеп шығару дегенге жол берілмейді. Ол есепті жинамасаңыздар, ештеңе болып қалмайды, ештеңе құлап қалмайды. Оны оқып жатқанда ешкім жоқ. Ондай мүмкіндік те жоқ. Сондықтан айтылғандай, министрліктің 130-ші бұйрығының шеңберінде жұмысты атқаруды тапсырамын. Сұрақтарыңыз болмаса, үшінші сұрақ.